Sancho? Sancho? Al aqui. Telefon alsаш? Hazır. Alô, Volkan Mekin. Aqui. Al. Bu Maratana. Çok değilsin. O yok. Yani şurada video yok. Sancho? Balam? Al aqui. Sabah okudun ben seni bugün. Ya. Ve ne yapmışsın otururken terbiyelisin. Telefondan basamayısın, oynamışsın. Al kelgende partnerim soğuk içeride jattı beni. Uy, terminatlar. Oynatmayın. Söylemeyin. Uluslar söyle. Ata-analarına karşı çıkana başka bir yok. Assalamualaikum. Birinchi balangni o'zing aldaysan. Ana berim, mine berim, erteng deb. Және де өзіңнің алдағаныңа мәз боласың. Және де балаң алдамшы болса кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатасың, кәпір, қиянқа деп бұзықтыққа үйретесің. Балаңды тәрбиелегенде әуре болма. Балаң бәрібір өзіңе ұқсайды деген абай айтады. Assalamualaikum, қолғанат көршім қалғалай. Şükür жақсы, өзің қалайсың көрші? Сол баяғы диқанкершілік пе? Бұқарың құтты болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум Алидин ағай. Уағалейкум ассалам. Ана көпте отырған Қайрош бекен. Иә, Қайрош қой, ауылға алып келген. Тырысып отыр бар. Сәлем ағай. Отырыңыз. Ой, рахмет. Ауылға балам түгілі өзімде көктемде кеттің ғой. Иә, жұмыс қызып жүріп жатыр. Ол болсам айт. Айтпақшы, үйіңде сатам деп жазып қойсын, жайшылық па? Иә, сол сатайын деп. Тіпті өзіңе табыстап кетейін, клиенттерге батса. Бір жетерсің ғой. Әрине, қолдан келгенше көмектесем ғой көрші. Иә. Ай көрші, жалпы саған ризамын. Қашан келсем де бала шағымен жан таласып, еңбек етіп аталасың. Өзің бір пайдасы бар ма? Көрші, пайданың көбесі olsun. Адал еңбекті ғой. Ай қайдан, қашанға бір дүние жинап, бір жақсы көлік мінгенімді көрмедім ғой. Көрші, еткен еңбегім күн көрсіме жетеді. Одан қалы қарызымды өтеп жүрмін. Одан қалы депозитке салып жатқан жайым бар. Ай, миллиондап тауып жатсақ та осы депозитке салып жатып қой. Міне, сен мені дұрыс түсінбедің көрші. Қарызымды өтеп жүрмін деген қартайған әке-шешеме қарап, олардың жағдайын жасап жүрмін. Депозитке салып жатырмын дегенім, балаларыма тәлім тәрбие беріп, оларды өмірлік жолын табуға көмектесіп жүрмін. Міне, осының өз депозит емен немене? Ай, балама оқуына біліміне жұмсап жатыр. Бәлкім менен де ақылды білімді болып шығар. Әке, қалаға қайтайықшы. Кел балам, ағаң амандас. Қош, істім саған болады әке. Міне көрші, балаға бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз алған білім адамдардың қашша деп көрші. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатып, қол өнерінің қазақ әулиесі сол. Талапсыздығынан тартып жатады, деген абай. Ата, қазіргі жастарға таңғалам, арсыз, әдепсіз, жастар көбейіп кетті. Адамның көңілі шын мерленсе, білім ғылымы өзі мерленіп тезірек қолға түседі. Және ғылымды үйренгенде айқат мақсат пен білмек үшін үйренбек керек. Ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез сауыт керек, сол мінез бұзылмасын. Қазір балаларға кінә жоқ. Олар отбасына қарап өседі. Бұл деген жас тал сияқты. Қалай қарайсың, солай өседі. Сондықтан бала емес, өзімізді дұрыстау керекпіз. Әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз. Сұрамшақ, өзекші, өтірікші, кеселді. Бұндай қылықтардан сақтанып, ол мінездерді бойына жат қылып, өзін оңдайларды зор есептейді. Ол ақылдылардың, арулардың мінезі. Мейлі, жақсы демесе өзі білсін, жаман дегізбесен екен деп азаптанады.
Абай атамыздың айтпағы өмірге толық адам болу үшін келгенбіз.